Саламатсыздар құрметті оқушылар. Бүгін кезекті тақырыбымыз бізде HTML, яғни Hypertext Markup Language деген мағынаны білдіреді. Бұл HTML біз не істейміз? Кез келген веб парақша, яғни интернетте кез келген страницаны біз сол HTML мен жасалынады. Получается, бұл вебқа қатысты тақырып. Ол да ОБТ-да железо-бетон келетін тақырыптан біреуі. Ал енді бастайық. Жалпы не өтеміз бүгін? Атрибут деген нәрсе өтеміз. Мәтінмен жұмыс жасау, ссылка дейді, мысалы, сілтемелер, сурет қою, кесте, тізім жасау деген сияқты тақырыптар өтеміз. Жалпы алдында айтқандай, мысалы, Hypertext Markup Language деген мағына білдіреді. HT деген Hypertext деген бірге и Markup Language. Яқта қазақша аударған кезде ерен мәтін белгілеу тілі дейді. Мысалы, кез келген веб шолғышта деген, мысалы, бізде браузерде мағына білдіреді. Көрсетілуге арналған ерен мәтін мен басқа ақпараттардан тұратын веб парақшалар жасауға арналған белгілеу тілі дейді. Кейін ары қарай бізде, мысалы, оның структурасын тағы да кейін былай қарастырайық, сызба ретінде. Бізде HTML негізі екі бөлімнен тұрады. Мысалы, мынау бас, head және body. Headке, мысалы, бізде title, link и script жауап береді. Head деген, мысалы, қарапайым тілмен айтқанда, мысалы, қараңыздар. Мысалы, менде мынау презентацияны, мысалы, мынау үстіне басты, былай тінтуірмен көрсетіп тұрған кезде, мысалы, мынау HTML lesson, сызықшамен сайттың аты жазылып тұрса, тағы иконка тұр. Осы жоғары жақтың бәріне, мысалы, осы жазуға, титлға дейді, тайтлға, мысалы, осы head жауап береді. А осы жалпы страницада, мысалы, не көріп жатсам, мысалы, мынау иконкаларды, жазуларды, мысалы, әрбір, мысалы, суретті, әрбір нәрсені осы жауап беретін нәрсе, осы body деген жақ жауап береді. Осы негізгі мазмұны көрсететін мына body part. Оған ішіне, мысалы, мына h1 деген тегтерді өтеміз. Бізде тег екі түрі бар, ашылатын и ашылып жабылатын и просто жай ғана ашылады. Оған тоқталамыз. Әрқайсы тегтердің өзінің несі бар, назначение дейді. Мысалы, әрқайсының өзінің міндеттері бар. Соған да қарастырамыз. Ал жалпы бұл нәрсені жасау үшін маған мынандай бір программа керек. Аты Visual Studio Code. Осы жермен біз көп нәрсе жасаймыз қазір. Қарапайым нәрселер жасайық. Осыны үлкейтейін. Мынақты, мысалы, Visual Studio Code деп скачать етесіздер. Кейін, мынақты, например, новый папка дейсіздер. Мысалы, new file, new text file дейсіздер. Сіздерде осылай шығады. Кейін астында, мысалы, басқан кезде, мысалы, HTML деген таңдайсыздар. И сөйтіп осылай сіздерде шығады. Кейін бастамас бұрын, бірінші, мысалы, сіздерде ағылшынша тұрған жақсы, ағылшынша тұрғасын. Кейін былай леп белгі қоясыздар да, кейін tab деген кнопка бассаңыздар, сіздерде уже дайын қаңқасы тұрады. Мына жаққа дейін, мысалы, HTML language eng деген English деген мағына білдіреді. Оны сіздер пока қажет емес. Meta charset деген нәрсе ол андай. Сіздердің символдарыңыз андай китайский болып кетеді. Мысалы, басқа бір сайт ашқан кезде, мысалы, сіздер қазақша жасаңыздар, олар үшін ол қазақша емес, басқа тілде болып кетуі мүмкін. Сол үшін Meta charset UTF-8 деген сол андай сіздің текстіңізді дұрыстап жеткізу үшін арналады. Метод шифровки ғой. Потом ол да бізге пока что қатты қажет емес. Өшірсеңіз де болады, өшірмесеңіз де болады. Мынау да бізге данный момент мынау мета пока бізге керек емес. Бізге жаймен мынау тайтлдан бастайық. Так, title. Title деген документ. Бізде, мысалы, айттым ғой, жоғарыда, мысалы, head, мысалы, тайтлдар тұрады, мысалы. Біз тайтлға OBT
бренд деп жазайық. Осымен бізде тайтл бар, и бізде мына body партқа мысалы кез келген текст жазасайық. Мысалы OBT бренд и тест деп жазайық. Кейін осыны біз F8 бен басамыз. Так, F менде FN F5. Енді маған FN F5 басқан кезде маған бұл проектті сохранить ет деп тұр. Мен мынау документтің ішіне осы жаққа мынау проект дей салайын. Project. Кейін сохранить деймін. Сохранить еткеннен кейін менде мынау проект Google-да ашайын. Осы проектті біз жасап атқан. Қазір жаймен сіздермен кішігірім веб-сайт жасап көрейік. Бірақ бұл сайт тек қана сіздің компьютеріңізде ғана не істейді, локальный болып тұрады. Мысалы оны интернеттен іздеп не істемеңіздер, ол бәрі шықпайды. Мұны қараңыздар. UBT тест бренд деген нәрсе мен body партқа жаздым, менде мына жақта шықты ол. UBT бренд деген мынау менде тайтл болып тұр, мына жақта жоғарыда. Енді біз бірінші болып осы мәтін жаздық. Енді бізге келесі жама салайын. Енді стоп дейін. Енді біз қарапайым мәтін жаздық. Енді ары қарай біз тегтермен танысу үшін сіздерге тегтер жіберіледі. Оны негізі жаттауға тырысыңыздар. Ең көп қарастыратын тегтері ол мысалы P деген бізде параграфқа жауап береді. Например, кез келген бір мәтін алып көрейін. HTML туралы мәтін іздеп көрейік. Жалпы түсінік туралы параграфты. Мына жаққа сол мәтінді мен енгіздім. Кейін осыны мен Ctrl+S деген кнопканы басып FN F5 пен қараймын тағы да. Көріп тұрғаныңыздар, мысалы мен алдында жазған жай текст осылай тұр. Ал мынау P деген ненің ішіндегі тұрған нәрсе, ол уже бөлек параграф ретінде қарастырылып тұр. Бізде енді тағы да мына жақта мынаны астына бүйтіп. Мына жақта H1 деген нәрсе бар. H1 мен H6-ға дейін мына бүйтіп 2, 3, 4 соңғысы 5. Так, мына жақта менде 2, 3 болсын, 4 болсын. Бізде негізі заголовоктың 6 түрі бар. Соны әрқайсысын жеке-жеке көрсетейін деген. Так, мына жақта да сөйтіп өзгерту керек. Так, мынаның ішіне мен текст жазайын. UBT бренд деген текст жазайын. Так, мынау 2, мынау 3, мынау 4. Сіздерге именно қайсысы қандай размермен шығатынын соны көрсетейін отырмын. Так, бір деймін да, Ctrl+S. Осын сохранить етіп көрсек. Көріп тұрғаныңыздар, мына жақта ең үлкен болып тұрған заголовоктың размері бойынша бізде H1 деген. Ең кішкентай бізде заголовоктың түрі ол H6. Көріп тұрғаныңыздар, мысалы әрқайсының өзінің размерлері бар. И бізде H1 деген ең үлкен заголовоктың түрі. Кейін бізде екі жабылмайтын тегтердің біреу, ол біреуі HR и BR деген. HR деген андай горизонтальный линия сызады. Бұған енді атрибут деген нәрсе бар. HR деген, мысалы, біз жалпы осы екеуін былай сохранить етейік и көрейік. Көріп тұрғаныңыздар, мысалы, HR деген, мысалы, горизонтальный линия сызып жатыр. Мына жақта horizontal line дейді, мысалы, до конца сызылып тұр. BR бізде көрінбей тұр, потому что BR бізде андай отступ береді. Мысалы, мынау қараңыздар, мынау текст пен мына текстің арасында отступ бар. Мына текстің арасында отступ бар.
егер біз мысалы мына жақта мына бір кез келген бір келесі тегтің арасы тегтердің арасын бүйтіп қойып жіберейін, сохранить етейін. Кейін мына бірінші осылай стандарт болып тұр. И қарап тұрсаңыздар, мысалы дополнительно отступ беріп тұр мына жақта. Мына қараңыздар, мынау уже отступ деген нәрсе білдіріп тұр. Мысалы мыналардың арасында ондай нәрсе жоқ, а мыналардың арасында мындай бір отступ бар. Осы нәрсе BR деген екі тегтің арасынан да бір бос орын қалдырады. Егер қалай істейін десеңіздер, сондай нәрсе бар. Кейін мына жақта горизонтальный линияға атрибут деген нәрсе қосайық. Бұл тегтерге қосымша өзгерістер береді. Атрибут деген нәрсе сол. Получается, мысалы, скажем, мысалы, сіздің телефондарыңызға дополнительный атрибут, ол бізде аксессуар деп саналады, дұрыс па? Сол сияқты тегтің дополнительный қосымшалары ол бізде атрибут деп аталады. Например, horizontal line, мысалы, бізде мына линия сызылса, мысалы, color дейсіздер де. Жақта color, например, red десек, сохранить етейін. Мынау бізде по дефолту дейді. По дефолту бізде мысалы мынау линия қара болып тұрса, біз оны дополнительный атрибутпен қызыл қылып алдық. Кейін тек қана не бар, мысалы цвет қана емес, мысалы ширина, длина деген сияқты, мысалы жақта 50 пиксельдік. Мысалы осыны сохранить етейін. Қараңыздар. Көріп тұрыңыздар, мысалы оның несін линияны мен 50 пиксельге дейін жасап қойдым. Осылай сияқты атрибут деген, например, тегке қосымша мән беретін нәрсе. Так, атрибутпен таныстық, заголовокпен таныстық, параграфты көрдік. Енді келесі бізде қарастырылатын мәселе ол тізім жасау. Тізім жасауды өте оңай. Бізде тізім жасаудың екі түрі бар. Біреуі UL, екіншісі OL. Так, екеуінің айырмашылығы қандай? Мынау OL деген мағынасы ordered list, имеется в виду андай списоктың андай order деген андай порядок болған. Мынау unordered, типа порядок жоқ. Получается, мынау бізде и осы ішіндегі тізімнің ішіндегі мәліметтерді біз li деген тегпен жасаймыз. Так, мына жақта қараңыздар. Бір жоқ, мына жақта A деп қойын. Бүйтіп копировать етіп қойын. A, B, C болады мынау да. И мынаған да тура сол нәрсе берейін да. A, B, C. То же самое A, B, C. Қараңыздар. Мынау unordered list деген бізде мынау мәндер нүктемен шығады. Ordered listте мына жақта бізде немен шығады? 1, 2, 3 деп шығады. Қараңыздар. Мына айтылғандай, мысалы мына жақта UL-дің несі бізде жай ғана нүкте болып шықты. OL-дікі кәдімгідей мына тізім ретінде 1, 2, 3 деп қатармен шықты. Мына жаққа біз негізі ішіне OL-дің ішіне дополнительно атрибут ретінде type деп, мысалы біз 1, 2, 3 емес, наоборот, мысалы рим цифрымен шыққан қаласақ, например, type дейміз да, рим цифрын жазамыз. Осы сохранить етеміз. Көп тұрыңыздан, мысалы мына жақта уже 1, 2, 3 деген мысалы рим цифрымен шығады. Немесе мысалы мына жақта кәдімгідей тесттер сияқты A, B, C деп шығатын болса, мысалы кішкентай осы A дейміз. Мына жақта кәдімгідей A, B, C деп мысалы тізім ретінде шығады. Бұл бізде тізімнің екі түрі, екеуінің айырмашылығы да өте оңай. UL деген unordered list, тізім тек қана нүктемен болады. Ал OL деген ordered list, мына сіздер қалаған тип ретінде берсеңіздер болады. Егер тип берілмесе, ол кәдімгідей по дефолту 1, 2, 3 болып кетеді. Так, келесі бізде қарастыратын тегтер ол
таблица жасауға арналған table деп басталады. Table ішінде бізде екі дополнительный не керек. Қарастыратын екі нәрсе бар. Біреуі tr деген бағандар саны. Баған сандарының ішінде th деген ол бізде жол. Так, мынаны бүйтейік, қазір көрсетейін. Так, мына жақта біреуі так, мынаны мен копировать етіп семетпін. Яқа бір не берейін. Так, бүйтейік. И мына жаққа мысалы 1, 2, 3 дейін. И мынаны мен тағы копировать етейін да. Тағы да біреу берейін. Яқта уже 4, 5, 6 дейін. Так, яқта менде сохранить етем. Көріп тұрғаныңыздан сақта 1, 2, 3 деп тұр, бірақ менде таблица жоқ. Менде мына пока не болып тұр. Кәдімгі сандар болып тұр. Енді бұған мен tablеға дополнительный атрибут жазам. Ең бірінші атрибут ол border, ол яғни шекара деген сөз. Шекараға біз мысалы 5 пиксель болсын. Осы 5 пиксель болсын, қазір көрейік. Қалыңдағандай болады. Көріп тұрғаныңыздай, мысалы мына жақта мен шекарам мысалы 5 пиксель болып кетті. Обычно егер 1 қойсаңыздар, өте жақсы болады. 1 болып тұр. Енді мына жақта мен дополнительно андай border color деймін да. Border color. Там бір green деп көрейін. Сохранить етейін. Кейін мен обновить етем. Көріп тұрғаныңызда, мысалы менде мына таблица не болып кетті, жасыл болып кетті. Енді ол менде бұл шетте қалып кетті. Оны мен align деген андай расположениесін несейді. Align center деймін да. Оны сохранить етем. Менде уже более-менее центрға қарай ығысты. Кейін осы мындай сияқты таблица жасаса болады. Мынау тұрған tr деген бізде мынау жол, tz деген сол бағандар. Қанша баған істесек, сонша не болады. Мысалы мына жаққа дополнительно мен мысалы мына жаққа тағы да бір баған қосып жіберсем, мысалы 4 деп. Көріп тұрғаныңызда, мысалы менде тағы бір баған қосылды, бірақ мына жақта екінші жолда ол менде жоқ болғаннан кейін менде мына жақта пустой болып тұр. Бұл бізде таблица жасау. Кейін келесі бізде сурет қою. Сурет қою үшін бізде келесі тег бар. Image деген. Image source. И мына image source деген мына енді біз суреттің атын жазамыз. Бізге суретті сіздер андай бұл проект сіздер қай папкада сохранить етесіздер, сол жаққа қарай қоюыңыз керексіздер. Менде мына папканы аты мына жақта документтің ішінде. Сол үшін мен суретті сол папканың ішіне салсам, мына жақта бүйтіп копировать етіп, мына ішіне сала салайын. Менде суреттің аты 5, 5, 5, 5. Тағы да бір 5. Точка. Менде шықты уже. Точка png екен. png деймін да. И бұны мен былай жапсам. Так. Ctrl-S сохранить етем. И обновить етіп көрейін. Менде уже сурет тұр уже. Яқта менде уже сурет тұр. Уже өзінің размерімен тұр. Оны мен дополнительно мына жақта, например, width там 200 пиксель и высота
высота тоже 200 пиксель болсын. И мынаны біз жабайық. Image тоже андай ашылады, бірақ жабылмайтын тегтердің біреуі. Тек қана бір рет ашасыздар. И соның ішінен атрибуттармен не істейсіздер. Көріп тұрғанда мына суретіміз бізге кішірейді. 200-200 пиксельге қарап не істеді. Өз жолын не істеді. Өзі солай орналасты. Так, сурет қойдық. Енді ссылка жасайық. Ссылка бізде, мысалы, А дейміз да. Href деп, мысалы, біз ссылканың несін табайық. Мысалы, мен мысалы HTML-ның ссылкасын скопировать етем. Мынақа бүйтіп жазам. Потом мынақты жабам. Кейін осы жерге мысалы click here HTML деп қояйын. Мысалы, мына осы текстті басқан кезде менде HTML мына ссылкаға апарады. Мына получается А дегенімізде ссылкалармен жұмыс жасайды. Мына атрибут ол именно сол ссылкаға жол түзейді. Так, мынаны сохранить етем. Енді қараңыздар. Менде мына қараңыздар. Мынау click here HTML деген не шықты. Текст шықты и көріп тұрғаныздар, мынау ссылка ретінде менде уже көк болып тұр. Егер мен бассам, менде уже HTML-ның сайтына не істейді, жібереді. Осындай нәрсе жасадық. Так, айтылған нәрселердің ішінде тегтер, атрибуттар, тізім, таблица, сурет қою, ссылка жасау. Қателеспесем, барлық нәрсе айтылды. Қосымша тексттермен жұмыс жасау, ол тегтерді білу керек ол үшін. Қарапайым мынау заголовоктар жасап көрейік. Ең бірінші кейбір тексттерді жасап көрейік. Мынақта параграфтың ішінде, мысалы, HTML тілін британ ғалымы, мысалы, осы текстті біз жирный қылу үшін, например, тег ашайық, мына B деген тег бар. B деген тег бізде мына жирный қылады, bold деген мағына білдіреді. И осы текстті алайық та, осы B деген тегтің ішіне кіргізіп жіберейік. Кейін мына 1991 мен 86 мен 91 деген жылдарда біз андай асты сызылған болса, асты сызу керек болса, бізде U деген бар, underline деген мағына білдіреді. Жылдары деген нәрсені осы U деген тегтің ішіне тығып жіберейік. Например, бізде мынау еуропалық ядролық зерттеулер деген нәрсені ерекшелеп көрейік. Оны, мысалы, курсивный дейді, мысалы, ирек сияқты жасау үшін мынақта I деген тегтер бар. Соны бүйтіп соны қолданамыз. И соны қояйық. Тағы да қосымша мынақта бір орталық жасап, жоқ, HTML алғашында ғылыми және техникалық құжаттар деп, осы тексті біз сызып тастауға сызсақ, ол үшін S деген тег бар, соны аламыз, мысалы. Осының ішіне қоямыз. Жалпы көрейік бізде қандай нәрсе шықты. Мына текст бізде осындай етін. Так, енді көріп тұрғаныңыздар, мысалы, HTML деген басында B деген әріппен біз мынаны жирный қылдық. Кейін мына жылдарды дегенді біз астын сыздық, U деген тегпен. Мынақта еуропалық ядролық зерттеулер деген нені I деген немен тегпен курсивный жасадық, яғни S деген тегпен біз мына жазуды сызып тастадық. Тегтер өте көп негізі. Оны айта берсе, мынау сабақтың форматына сай көп созылып кетеді. Негізгі тегтер қосымша сіздерге жаттауға беріледі. Мынақта кішігірім және тез өтілген нәрселер, мынаның бәрі. Келесі тақырыптарда мына HTML мен CSS-ті қосып, CSS пен Cascading Style Sheets дейді. Сонымен веб парақшаны әсемдеуге тағы да сол сабақ өтеміз.
Жалпы мынау HTML кіріспе бөлім ретінде үйде осы қарапайым нәрселер жасап қосымша эксперимент жасасаңыздар болады. Бүгінге осы мен сабақ бітті. Келесі сабақтарда кездескенше.